Ассалаумағалейкум ағайындар, қалдарыңыз қалай? Естеріңізде болса, алдыңғы видеода біз фундаментті қалай құйғанымыз туралы айтқан болатынбыз, және сол фундамент құйғаннан кейін біздің қаражатымыз 100%-ға біткен болатын. Енді осы видеода біз осы үйдің қабырғасына арналған газоблокты қалай алдық. Жалпы үйдің қабырғасына 36 куб газоблок кетті. Біз оны Альянс деген компания сатып алдық. Шамамен 900 мыңдай теңге кетті. Енді осы ақшаны мен қалай таптым? Мен әйелім мұғалім, сол еңбек демалысына шығып 500 мыңдай теңге алды. Соны маған түгелдей берді. Ал қалғанын бір 100 мың, 150 мыңдай теңгені туысқандарым берді, көмек болсын деп. Қалғанын бос уақытымда таксовать еттім. Солай мен үйдің қабырғасына керек газоблокты сатып алған болатынмын. Бүгін 26 шілде, біз үй салу жалғастырып жатырмыз. Қазір міне үйдің бірінші, яғни қабырғаның бірінші қатарын жинап, нөлдік деңгейді шығармақшымыз. Білгіштерді күтіп отырмыз енді. Күн деген жанып тұр. Сол қай уақ екенін білмеймін. Түн болды. Мынау үйдің бірінші қатарын деңгейін шығармақшымын бұйыртса. Әрине лазердің көмегімен, мынау фундамент кішкене биіктік әртүрлі болғандықтан осылай шығармақшымын. Бүгін 26 сәуір. Қайдағы сәуір? Шілде, ойбай. Ассалаумағалейкум құда, біз міне үйдің нөлін шығардық. Енді анау кесеңіз болады ертең. Бүгін шілденің 28-і. Үйдің бірінші қатарын шығарып жатырмыз, жинап. 3 күн болды. Қараңыздар, кейбір жерлердің астының батпағы 10 сантиметрге дейін таяқталды. Енді осы қатардың бәрін дұрыстап алсақ, қалғандарын клеймен, яғни желіммен жинаймыз. Кейінгі жұмыстар бұдан сәл жеңілірек болуы мүмкін. Ақырындап жүріп жатырмыз. Макс күйеуі көмекке келіп тұр. Мына жерде стейк. Мына жерде сірне кетіп жатыр. Ерболат деген қарағұл деп қой. Құлақ кесті қарағұл. Мына Саргеншек оның кеншегі. Мыналар клуб аноним хабжор. Мотолар десең, анау қоншық бір серіңетін жейді. Ой, екінің бірінде айфон, бәрінде айфон. Бір-екі минутта біле қоймайсыз ғой. Шыққаныңызға сөйтіп ана сәтпекенді кішкене тербетсек, менде оп, жоқ деп тұр ғой. Мынаның шырағын жағайын деп едім, сосын мамам айтты шығып жағылып. Мұсылман адам өз шырағын өзі өшірмейді, жындысың ба? Бүгін тамыз айының 7-ші жұлдызы. Үйдің қабырғасын көтеріп жатырмыз. Сырт жағы міне 4 қатар бітті, 5-ші қатарға келдік. Іштері міне 3-ші қатар, кейбір жерде 2 қатар. Анау жерде міне қабырға пеш болып. Қабырға пештің 7 қатар жиналды. Үй салу оңай емес. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін тамыздың 19-ы.
Құрылысты жалпы бастағанымызға 2 айдың жүзі болды. Міне 2 айдағы нәтиже. Үйдің фундаменті қойылып, астыңғы стяжкасы қойылды. Қабырға пеш жиналды және сыртқы қабырғасы міне осындай толық тұрды. Енді ішкі қабырғалар жинап жатырмыз. Жинап шыққанда қазір жалғыз жинап жатырмын. Міне. Мынау клей желім. Осылай ақырын жүріп жатыр. Жалпы құрылыс салатын адамға, жолға шыққан адамға Алла тағала көмектескені өте рас. Міне енді туысқандар арасында көмектесіп тұр. Осылай міне үйдің қаңқасы тұрды. Енді алды әлі жұмыстар көп, сейсмопоиск құю керек, шатыр, терезе, ішкі жұмыстары бар дегендей. Осылай ақырын жүріп жатырмыз. Жазда болып қалды міне. Мынау кірпіштер Алла қаласа мынау үйдің сыртын қаптауға жұмсалады. Осы құрылысты салып жатқан сәтте мен 2 бақайымды сындырдым және осы оң жақ сұқ саусағымды шүрпавертпен тесіп алған болатынмын. Нәтижесінде саусағымның сүйегі сынып, осындай бір жарақаттар алып қалған кездер болған. Осындай жарақаттардың кесірінен құрылыс біраз уақытқа тоқтады, бірақ мен жалғастырдым. Енді келесі оқиғалар қалай болатын келесі видеодан көретін боласыздар.